Бүгін біз су астындағы қысым неге артатынын түсінеміз. Мен бір нәрсені түсінбеймін. Суға тереңдеген сайын қысым неге көбейеді? Кел, оны тәжірибе жасап тексеріп көрейік. Қарашы, біз су астына түскен сайын айнала өзгеріп барады. Міне, біріміз таяз суда, ал екіншіміз тереңде тұрмыз. Тереңдеген сайын су бізге барлық жағынан күштірек қысым түсіреді. Бұл құбылыс гидростатикалық қысым деп аталады. Қысым тығыздыққа, еркін түсу үдеуіне және тереңдікке байланысты, яғни қысым осы үш факторға тікелей тәуелді. Енді осыны нақты түсіну үшін біз тәжірибе жасап көрейік. Теорияны ғана оқып қоймай, оны өз көзімізбен дәлелдегіміз келеді. Біз тек теориямен шектелмейміз, бәрін өзіміз тексереміз. Өйткені ғылымның ең маңызды бөлігі тәжірибе. Судың әр түрлі тереңдігіндегі қысымды өлшейміз. Бұл арқылы қысымның қалай өзгеретінін нақты байқаймыз. Тереңдік артқан сайын көрсеткіш қалай өзгеретінін мұқият бақылаймыз. Әрбір өзгеріс бізге жаңа ақпарат береді. Нәтижелерді мұқият дәптерге жазып отырамыз. Ғалымдар сияқты әр қадамды тіркеп отырамыз. Әр өлшеу бізге жаңа ақпарат береді. Осы ақпарат бізге заңдылықты түсінуге көмектеседі. Осы мәліметтер арқылы график құрамыз. Сандарды жай ғана емес, визуалды түрде көреміз. Сандардың арасындағы байланысты визуалды түрде көреміз. Бұл бізге түсінуді жеңілдетеді. Графиктен көретініміз қысым мен тереңдік арасында тура сызықтық байланыс бар. Бұл өте маңызды ғылыми нәтиже. Яғни біреуі артса, екіншісі де бірге артады. Бұл тікелей пропорционалдықты көрсетеді. Су астында қысым көрінбейді, бірақ оның әсері өте күшті. Ол көзге байқалмаса да нақты әрекет етеді. Біз оны көзбен көрмесек те денеміз сезеді. Сол себепті су астында қысым өте маңызды фактор. Енді бәрі түсінікті болды. Күрделі көрінген нәрсе енді қарапайым болды. Бұл құбылыс кездейсоқ емес, нақты заңға бағынады.